Қайырлы күн, құрметті білім алушы. Бүгін жалпы заманауи технологияда жаңа бағыттар пайда болуда. Ендеше бүгінгі дәрісімізде сізге ойлау дизайны білім берудегі әлемдік тренд тақырыбында дәрісті бастауға рұқсат етіңіздер. Жалпы білім беру саласындағы технологиялардың көптігі әрбір оқытушыға, әрбір білім алушыға шығармашылықпен жұмыс істеуді қажет етіп отыр. Сол қажеттіліктен туындаған жалпы технологиялардың бірнеше түрін жемісті дәрістерімізге пайдаланып отырған, бұл сізге де және оқытушыларға да сабақтың жүйелі түрде өз дәрежесінде өтуіне үлкен септігін тигізеді. Қазіргі айтайын деп отырған жалпы мақсатымыз ойлау дизайны дегеніміз не? Қандай тапсырмалар беріледі? Ойлау дизайнының қандай алгоритмдері бар? Міне осыған назар аударайық. Демек, бұл ойлау дизайнын оқыту мен білім берудегі жаңа әдіс десек болады. Педагогикалық ойлау, білім, мұғалім, оқушы деген үш құрылымды бірге алып жүретін ойлау дизайны деп ойлап отырыңыз. Ойлау дизайны алғаш рет Америка құрама штаттарында, Ұлыбританияда, шетелдерде көп қолданылып келіп, кейіннен Ресей білім беру саласында қолданылды, кейіннен барып, өзіміздің дизайн мектебінде, яғни қолданысқа енгізді. Алғаш рет ойлау дизайнын Шымкенттегі Назарбаев зияткерлік мектебінің оқытушылары мен білім алушылары өз тәжірибелерінде қолданды. Бұл ойлау дизайнын қарастыру мақсатында барысында біз өзіміздің педагогика саласының классиктері Қайраткер Жүсіпбек Аймауытұлының мынау нақыл сөзін басшылыққа алғанды жөн көрдім. Қараңыз, баланың ынтасын арттыру үшін әрбір нәрседе бір жаңалық болуы қажет. Немесе өзі еңбектеніп, өзі бейнеттеніп жасаған әрекеттер баланың ойында көп нәрсе қалады деген Жүсіпбек Аймауытұлының нағыз нақыл сөзі осы біздің ойлау дизайнына әдісіне берілген анықтама іспеттес. Дизайн ойлау креативті тәсіл, яғни инновация. Дизайн ойлау, назар аударыңыз, әрекеті бір адамға емес, екі адамға емес, бір немесе бірнеше адамның әрекеттерінен, яғни үлкен топтың, ұжымның бірлескен әрекеті болып табылады. Герберт Саймон өзінің дизайн ойлау адам өмірінде кездесетін қиындықтардан алып шығатын мәселелерді қозғауы тиіс деп есептесе, осы негізде өзінің еңбектерінде осы әдістік гуманитарлық пәндер бағытына келтірілген. Әдетте дизайн ойлау экономика, техникалық, бизнес саласындағы мамандық білім беру бағдарламаларына сәйкес келсе, аталып отырған Герберт Саймон педагогикалық мамандықтарға негіздеген екен, соның ішінде гуманитарлық пәндер бойынша. Дизайн ойлау әдісі нені қамтиды? Үздік жобаларды, жаңа инновациялық шешімдерді, ғылымға деген құштарлығын арттырады. Міне осыны басшылыққа алайық. Енді ойлау дизайнының өзінің белгілі бір алгоритмдері бар. Бірінші түсінік, мәселені бағалау, үшінші идеялар, төртінші прототип, бесінші тест. Бұл гуманитарлық бағытқа негізделген тапсырмалар. Бірінші түсіну, бірінші қадам түсіну. Нақты міндеттер мен мәселелерді анықтап алынады, яғни смарт мақсат анықтап алынады. Осы анықталған мәселелерді шешу үшін анық мақсаттар үлкен ұжымына қойылады. Келесі, біз өзіміздің бүгінгі мысал ретінде Қазақстан Республикасының тұрақты даму концепциясындағы экологиялық мәселеге қатысты ұғыммен байланыстырғанды жөн көріп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, кешегі
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 1 қыркүйектегі жолдауында да экология мәселесі күн тәртібінде тұратын үлкен мәселе деп атап өтті. Сондықтан 21 ғасырдың күн тәртібіндегі тұрған экологиялық мәселе барлық азаматтарды қамтуы қажет. Яғни ол мен және сізсіз. Экологиялық сана, экологиялық ойлау, экологиялық сауаттылық, экологиялық этика жайында сіздің білім алушыңыз міндетті түрде осы глоссарийлермен танысуы тиіс. Келесі мәселені бағалау, екінші қадам. Бұндағы қадамда бірнеше топтағы әрекет ететін білім алушылар ақпарат көздерінен міндетті түрде өздеріне қатысты бірнеше материалдар жинақтайды, бір-бірімен пікір алысып, ұжым болып жұмыс жасаумен ерекшеленеді. Келесі мысал ретінде тапсырманы былай деп алуға болады. Экологиялық мәселелер туралы Қазақстан Республикасына қатысты қандай бағдарламаларды білесіздер? Немесе осы бағдарламалар негізінде өздеріңіз шағын ғана эссе жазыңыз деген секілді. Мынау тапсырма бойынша бір ғана мысал, жауаптарын Қазақстан Республикасы стратегиялық тұрақты даму жолына арналған 2030 бағдарламасы және экологиялық білім мен тәрбие берудің ұлттық стратегиясы 98 жылғы экологиялық білім беру бағдарламасы 2018 экологиялық белгілі бір стандарттар туралы біздің білім алушылар біліп отыруымыз керек. Әр қарай ортаға салатын, талқылап отыратын мәселелерді білім алушы өздері ақпарат көзі негізінде алуы тиіс. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақ даласының, кең даласының үлкен экологиялық мәселесі асан қайғыдан басталады. Асан қайғы эколог деген сөзіміз бар. Осыған байланысты ұжыммен жұмыс істеу арқылы асан қайғының барып өткен, яғни белгілі бір жолдары арқылы беріліп отырылған асан қайғы алғашқы эколог, яғни асан қайғының жерге айтқан сыны материалмен ой бөлісуге болады. Келесі ой салып ынталандыратын материал ұсынуға болады. Кім үшін тапсырма жауап береді? Арайлап, таңның атуы, алаулап күннің батуы кім үшін? Жосылып бұлттың көшуі, еркелеп желдің есуі кім үшін деген білім алушылар осы сұраққа жауап береді. Демек, терең білім бағытында күн жайлы мағлұматтарды іздеп табуы тиіс. Келесі идеялар кезеңі. Үшінші қадам. Бұл алгоритмде білім алушылар бірнеше жұмыстармен сипатталады. Яғни осы тұста білім алушылардың көшбасшылық қабілеті ашыла бастайды. Барлық бірдей ақпаратты құралды алып келген материалы барлығында бірдей болмауы тиіс. Өздерінің деңгейлеріне қарай ақпаратпен алып келіп, бұл деңгейде көшбасшылық қабілеттерінің оянып, осы кезеңде білім алушылардың сыни тұрғыда ойлау дағдылары қалыптасады. Мысалы мәселелік сұрақ: табиғатта құстар өлтірілген жағдайда жыландар көбейеді екен. Жыландар қырылса, құрбақалар көбейеді. Неге деген мәселелік сұраққа жауап беру үшін ұжым болып ізденуге тура келеді. Тапсырма жүйелерін бір негіздеп емес, бірнеше негізде беруге болады. Төртінші қадам прототиптер құру. Яғни ақпарат алынды, жиналды, бір-бірімен пікір алмасылды, енді көріністің сценарийін жасады. Техникалық, гуманитарлық ғылымдардағы түрлі жаңалықтар болу бойынша енді өздері портфолио жасауға, сценарийлар бойынша портфолио жасауға әрекет етеді. Мысалы, журналист Нұрмаханның эколог жазушы жайлы жазған мақаласынан қандай ой түйді? Арал қасіреті арпалысқан әдебиет қаһарманы өзіміздің жерлесіміз Сайлаубай Жұбатырұлының мәселесі көтерген экологиялық тақырыбына шолу жасайды. Мінекей, 67 жылдан бері
экологиялық мәселені көтеріп келе жатқан жерлесіміз Сайлау Жұбатырұлының абыржы шығармасымен білім алушы танысуға тура келеді. Осы негізде абыржы туындысы бойынша белгілі бір қандай мәселе туындады, қандай мәселе анықталды деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Келесі білім алушыларға арал туралы немесе экологиялық тақырыптардағы өздерінің туған еліне қатысты қандай мәселелік шығармалар бар, әндер бар, шығармашылық туындылар бар. Міне осыларды зерттеп қарастыруға болады. Ойлау дизайнінде мына мәселеге назар аударуымыз керек. Алғашқы экологиялық тәрбие мәселесін көтерген Абай Құнанбаевтың 1892 Дала уалаяты газетінде айтқан еңбегі бойынша таныстыруға болады. Шыңғыстау өңіріндегі ормандардың қырылып, құрылысқа пайдалана бастағанын, оның әсерінен сол жердің табиғаты тозып бара жатқаны айтылады. Демек, экологиялық мәселе бүгінгі күннің мәселе емес, келе жатқан, сонау ата-бабамыздан келе жатқан мәселе екендігін білім алушы білуі тиіс. Келесі тапсырма тестлеу тапсырмасы. Бұл 5-ші қадам. Демек, арнайы зерттеушілер командасының тексеруінен өмірде болып жатқан осындай жоба негізінде тест жүйелі түрде жасалып, ғылыми жаңалықтары өңделіп, сол негізінде шешімдерін шығарады. Оқушылар демек ойлау дизайнде жобалау жұмыстарымен шұғылдануға мүмкіндік алады, таныстырымдар жасайды, түрлі жобаларға жоспар құра отырып, өздерінің белгілі бір дәрежеде стратегиялық әдіс тәсілдерді мәдени шараларда немесе қосымша сабақтарда, немесе білім алушының оқытушымен өзіндік жұмыстарында, немесе білім алушының оқытушымен жұмысында қорғалуға әбден болады. Құрметті білім алушы, бірнеше пайдаланған әдебиеттерді ұсынамыз. Соның ішіндегі мынау әдебиеттерге назарды аударасыздар деген ойдамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ойлау дизайны әдісі жайлы болды. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет, назарларыңызға рахмет.